Да? Так. Сонымен бай мен бай құда болса арасында жорға жүреді, кедей мен кедей құда болса арасында дорба жүреді. Арамызда дорба да, жорға да жүрмей ақ қойсын. Сіз біздікпен сыйластық жүрсе болды. Следующий. Помедленнее уже сказал. Давай, следующее. В общем, мама біздің үйдің әні мен сәні, берекесі мен мерекесі ғой. Готов? Еще раз. Готовы? Мама біздің үйдің әні мен сәні, берекесі мен мерекесі ғой. Значит, здесь начинаем берекесі, уже ты сказал, потом с тобой. Конечно. Это мы сейчас по словам. Да, надо опередить слова, чуть-чуть опережать. Давай еще раз повтори. Еще раз повтори. Готов? В общем, мама біздің үйдің әні мен сәні, берекесі мен мерекесі ғой. Еще раз быстро проходим все. Поехали. Готовы? Адам баласы бақытты болу үшін үш нәрсе керек екен. Біріншісі дені сау болса, екіншісі бала шағасы аман болса, үшіншісі елі тыныш болса деп. Аллам сіздерді осы үш бақыттан айырмасын. Все, следующий, дальше. Сосын өлі отырып қайтамыз ба деді. Жоқ, пазарға отыра береміз дедім. Өлі құрсын қайтайық деді. Шығарып саламайым, өзің қайта бер дедім. Ол бұлай кетті, мен бұлай кеттім. Следующий поехали. Оларға шындықты қашан айтасың дейді. Сосын айтты, мә, шындықты айтып өмір бақи қор болғанша, бір ай болса да үндемей бақытты ғын өмір сүрейш, кейін не болса о болсын деді. Поехали дальше. Қазір үлкен арманым бар. Қазір старший официантпын, үндемей жүріп администратор болсам, жайлап ақша жинаймын, тамаданың үстінен жеймін, музыка камераның үстінен жеймін, өзім шағын кафені ашып алам, бизнесмен болып шыға келемін. Біле білсеңіздер, бай миллионерлердің көбісі официант болудан бастаған. Дұрыс айтасың балам, менің үйімде сондай ай десе аузы, күн десе көзі бар қызым бар деді. Бірақ ол қыз емес, ол гүл депті ғой. Гүл ба деді, гүл депті. Алам депті батыр. Аласың, асықпа депті. Есіңде болсын, әлемде ешқандай гүлдің көзі, аяғы, қолы болмайды деп жігітке қиқайтып жіберді ғой. Сонымен кіріп келді дейді. Біреуінің бір көзі жоқ, біреуінің бір қолы жоқ. Қисықтан кіріп келді да, екінші қатарға отырды дейді. Сонда бірінші қатарға кімдер келіп ойланып көр. Сөйтсе бірінші қатарға ешкім келмейді екен. Просто аналар бірінші қатарға аяқтарын қойып отырады деген ғой. Чуть опоздал. Поехали. Кейде ойлаймын, шіркін-ай, көршілердің бәрі тура осындай болса ғой, араласып, құраласып, қазақ екенімізді ұмытпай, бақытты ғұмыр кешедік деп. Чуть опаздываешь. Поехали. Сонымен әйелімді ұрайын деп жатқанда баламыз кіріп келді. Папа, мама болды, есеп шығарып қойдым деп. Қандай десек, ертең сабаққа бармай қойын да болды деді. Күйдіргі соны бағанадан бері айтпайсың ба? Күйдіргі сказал, сразу запустил я. Вот. Ага.